Bizler bilemiz, dünya yüzünde xalq sani artқан сайын энергияға талап артып бармақта. Қазіргі күнде bizlerдің пайдаланып отырған электр энергиямыз көп қаржы талап етеді һәм табиғатқа зиялы болған шығындыларды бөліп шығарады. Онан қала берсе, күн келіп олардың дерегі таусылады. Сондықтан bizlere табиғи һәм экологиялық жақтан таза болған энергияны іздеп шығаруға мүмкіндік туылды. Бұның шешімі ретінде қазіргі күнде біздер шексіз энергия дерегі жаратылды. Бұндай энергия түрлеріне қазіргі күнде кеңінен ең жайдырылып атырған құяш энергиясы, самал энергиясы, су һәм биогаз энергия түрлері кіреді. Құяш энергиясы экологиялық таза һәм қайта тікленуші энергия дерегі болып есептелінеді. Қазіргі күнде дүние жүзі мемлекеттері құяш энергиясынан пайдаланып жатыр. Құяш панелінен пайдалану бойынша қазіргі уақытта бірінші орында Қытай тұрады, ал екінші орында болса ақш тұрады. Құяш панеллері арқалы Қытай шамамен 600 гигаватт, ал ақш болса 190 гигаватт энергия алады. Біздің мемлекетіміз құяшлы мемлекет болып, шамамен 320 күн құяшлы күн болады, һәм климатымыз құяш энергиясынан пайдалануға сәйкес келеді. Қазіргі күнде құяш панелінің пайдалы жұмыс коэффициентін асыру бойынша жұмыслар алып барылмақта. Самал энергиясы табиғаттың бізге берген құдіретлі күші. Ол шауқымсыз, қауіпсіз, һәмде ешқандай зиянларсыз бізге электр энергиясын жеткеріп береді. Өзбекстан Республикасында да самал электростанцияларынан пайдалану рауажданбақта. Науайы, Бұхара қалаларында іске қосылып отырған самал электростанциялары, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасындағы 2024 жылы іске қосылып отырған электростанциялардан 1,5 гигавольт энергиясын алуға ерісіп жатырмыз. Самал энергиясы бұл самал харекеті арқалы бізге жеткерілетін энергия түрі болып есептелінеді. Һәм ол бүгінгі күнде қайта тікленуші энергия түріне кіреді. Себебі самал қайта тікленеді, һәм ол экологияға ешқандай зиянын келтірмейді. Һәм осының есебіне ол бізге арзан һәм экологиялық таза энергия түрінде жеткеріледі. Қайта тікленуші энергия деректері тек қана экологиялық жақтан таза болмай, экономикалық жақтан да пайдалы. Өзбекстан бұл бойынша тез алға ілгерілеп атырған мемлекеттер қатарына кіреді. Энергия импортына атап айтатын болсақ, табиғи газге болған талап жыл сайын кемейіп бармақта. Өзбекстан 2025 жыл 1 январь санесіне көре самал электростанцияларынан 506,4 миллион киловатт сағат энергия. Құяш электростанцияларынан болса 3,49 миллиард киловатт сағат энергия ізлеп шығарған. Бұның нәтижесінде 2,1 миллиард метр куб табиғи газ тежелген, һәм 2,49 миллион тонна захарлы газлер атмосфераға шығуының алды алынған. Келешек біздің қолымызда. Арзан һәм экологиялық таза энергиядан пайдалансақ, біз тек қана энергияны тежеп қоймастан, табиғатты да асыраймыз. Таза энергия бұл таңлау емес, бұл мұқтаждық. Har bir кіші өзгеріс үлкен нәтижелерге алып келуі мүмкін. Құяш панеллері, самал турбиналары, бұлар келешекті өзгертуші үлкен күшлер.